Қазақ тілі ел болашағының кепілі. Мемлекеттік мәртебеге ие бұл тіл бүгінде даму үстінде. Алайда түйткілді мәселелер де аз емес. Бүгінгі бағдарламамыз қазақ тілінің қазіргі бейнесіне арналады. 1989 жылы қабылданған тіл туралы заң қазақ тіліне мемлекеттік мәртебе берді. Сол уақыттан бері тілдің қолдану аясы біртіндеп кеңейіп келеді. Алайда бұл жолда күрес те, ілгерілеу де қатар жүрді. Қазақ тілі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. Мемлекеттік басқару, білім беру, мәдениет және ақпарат салаларында қазақ тілінің қолданылуы артып келеді. Мәселен, еліміздегі 7 мыңнан астам мектептің 4 мыңнан астамы таза қазақ тілінде білім береді. Оған қоса арнайы тіл оқыту орталықтары да ашылған. Қазақ тіліне деген қызығушылық негізі өте жоғары деңгейде деп айта аламыз. Себебі біздің Алматы облысының тіл оқу әдістемелік орталығының өзінде былтыр жылмен салыстырған кезде тыңдаушылар саны едәуір өсуде. Оның ішінде өзге ұлт өкілдерінің көбеюі бізді өте қуантады. Сіз жаңа айттыңыз, жылдан жылға қазақ тіліне, яғни мемлекеттік тілге деген қызығушылық артып келе жатыр. Оны жаңағы оқу орталығына келген адамдардан көруге болады дедіңіз, е? Енді ол арнайы бір жоспар бойынша жүзеге аса ма? Мысалы, белгілі бір мекемеден жылына 10 адам сіздерге келіп оқу керек, немесе 20 адам оқу керек деген сияқты арнайы бір көрсеткіш бар ма оның? Жоқ, әрине бұл кісілер енді ересек тұлға болғандықтан, кәмелет жасқа толған, бізде енді орталықта 18 жастан жоғары қарай оқытылады ғой. Бұл кісілерді мәжбүрлеп әкелу мүмкін емес. Себебі бәрі өзінің құқығын біледі, қазіргі таңда ештеңеге мәжбүрлей алмайсыз адамдарды. Сондықтан мекеме қызметкерлері, мысалы бір мекемені алып қарайтын болсақ, өз қажеттіліктеріне қарай басшылықтарына өтініш білдіреді. Ары қарай ол кісілердің басшылықтары біздің мекеменің басшылығына хат жазады. Сол хаттың негізінде топ құралады да ары қарай оқытылады. Демек, мәжбүрлеу жоқ ешқандай. Мәжбүрлеу жоқ, әрине. Өз еркі, иә? Сонымен қатар Алматы облысының тіл оқу әдістемелік орталығының базасында 2024 жылы тіл оқу телеграм чат-боты жасап шығарылды. Чат-бот негізінен енді онлайн оқытуға бағытталған азаматтарды, енді ересек тұлғалар болғандықтан бізде қатысушылар курсқа ол кісілерді жағдайлар болады, кейде жұмыс орнынан үзе алмаймыз, бірақ ол кісілердің өзінің оқуға деген қызығушылықтары бар. Сол жағдайда бізге осы тіл оқу чат-боты көмекке келеді. Тіл оқу чат-ботын кез келген жаңағы телеграмға кіріп, жаңағы іздеу батырмасын басып таба аласыздар, немесе QR-код арқылы және сілтеме арқылы табуға болады. Тіл оқу бот деп атайды. Иә, тіл оқу бот деген чат-бот. Ал қазір онлайн бағытта қанша адам оқып жатыр? Чат-боттың қазіргі таңда қолданушылары 3 мыңнан асты. Оның 50%-дан астамы Алматы облысының шалғай өңірлерінде орналасқан ауылдардың азаматтары. Керемет екен. Бұл чат-ботты енді ішін ашып қарайтын болсақ, мемлекеттік тілді оқытудың 4 деңгейіне арналған, яғни қазақ тілін бастапқы деңгейден бастап жоғарғы деңгейге дейін жеткізеді. Одан кейін 100 жаңағы мемлекеттік тілде іс жүргізу курсы. Қазіргі уақытта енді мемлекеттік қызметкерлерге бұл таптырмас бағыт іс жүргізуде. Енді ішінде біріншіден бағана айтып кеттім ғой, QR-код арқылы таба аласыз, немесе іздеу арқылы таба аласыз деп жазасыз тек қана. Одан кейін ішінде жаңағы мәзір шығады, тілді таңдау, ары қарай өзіңіз туралы ақпараттарды көрсету, одан кейін міне курстарды таңдау, А1, А2, Б1, Б2 немесе іс жүргізу деп таңдайды да, өзіне керекті ақпараттарды әр сабақ бойы алып отырады. Және оқытушымен кері байланысқа шыға алады. Курс соңында орталыққа келіп, кәдімгідей офлайн түрде тест тапсыра алады. Жаңағы емтихан тапсыра алады, сертификат беріледі. Және ол кісілердің жеке мәліметтері жиналады. Себебі сертификат сақталады ғой. Сақталу мерзімі бар, өзінің сол уақыттарда сертификатын адам жоғалтып алған жағдайда қайттан жүктеп алады. Сол жеке ақпараттарының негізінде. Одан кейін жеке ақпараттарының құпиялылығы міндетті түрде сақталады. Біздің енді жеке ақпараттардың құпиялылығы туралы заң бар ғой. Міндетті түрде сақталады. Оған жаңағы мердігер компания және біз оқу орталығы жауап береміз. Сондықтан ешқандай қауіпсіз біліміңізді мемлекеттік тілде жетілдіріңіз келсе, осы чат-ботты қолдана аласыз. Және де арғы тұлғалардың арасында таратуға да болады. Бұған енді арнайы бір мысалы талап бар ма? Жасы 18-ден бәленбайға дейін болу керек деген сияқты? Талап бар міндетті түрде, себебі енді бізде
18-ге толмаған тұлғаларға арнайы білім беретін ұйымдар бар ғой, өзінің ұйымдары бар. Ал бізде ересек тұлғаларға білім беруге арналған мекеме болғандықтан, міндетті түрде тыңдаушының жасы 18-ден асуы керек. Мемлекеттік қызметте болды болмады маңызды емес. Маңызды емес, ешқандай да маңызы жоқ. Оған жеке тұлғаға қатыса алатын секілді мемлекеттік қызметкерде курсқа жазылып, қатысып, білімін жетілдіре алады. Натальяның мемлекеттік тілге деген құрметі ерен. Үй іші басқа тілде сөйлегенмен Наталья таза қазақ тілінде сөйлеуді мақсат тұтады. Себебі болашағы зор тіл деп санайды. Сол себепті арнайы курстар оқып, тіпті әлеуметтік желіде контентін қазақша жүргізіп жүр. Бір байқағаным, қазақша тақырыпта контент салсам, аудиторияма өтімді болады дейді ол. Мен тиктокта жариялайтын қазақ тілін сабақтарын түсіру жобам туралы айтып берем. Қаралым қалай? Қаралым жағы қалай? Қазіргі уақытта менің тикток желімде 1400-ден астам пайдаланушы тіркелген, 17 бейне сабақты жүктелген, 2000-нан астам адам лүпіл басып, қолдау көрсетіп. Керемет. Енді қазақ тілі контент салсаңыз, енді өзге тілдегіден қарағанда көбірек па қаралым? Орташа алғанда бір бейне сабақта 1200-ден 6000-ға дейін адамдар қарайды. Керемет. Енді болашақтағы мақсатыңыз, жоспарыңыз қандай? Менің мақсатым қазақ тілі өте жақсы білгім келеді. Ары қарай дамытасыз. Қазақ тілін үйрену ең алғаш қалай басталып еді? Қызығушылық қайдан пайда болды? Мектептен мен қай сыныптан басталды? 8-ші сыныптан басталдым. Менде өте жақсы мұғалімдер болды. Соларға қарап қызығушылық артты, иә? Иә. Одан кейін, мектептен кейін? Мектептен кейін мен бір жатақханада қыздармен қазақша сөйлестім. Одан кейін? Одан кейін мен қазақ тілі қоғамының мүшесі болдым. Ал қазір енді тіл орталығынан кеп оны біліміңізді ары қарай жетілдіріп жатсыз, солай ма? Иә. Қазіргі уақытта мен Алматы облыстық тіл оқу әдістемелік орталығында деңгейлік курсының тыңдаушысымын. Сонымен қатар қазақ тілін жетік меңгеру үшін қосымша әдебиеттер оқып, одан әрі білімімді одан әрі тереңдетуге тырысып жүрмін. Енді қосымша әдебиеттерден кімді оқып жатсыз қазір? Қай авторлар ұнайды? Ыбырай Алтынсарин. Сүйіп оқитын авторларыңыздың бірі, иә? Дегенмен мемлекеттік тілдің аясы барлық салада бірдей дамып жатқан жоқ. Қалаларда орысша, жарнамада ағылшынша, ал қазақша жазулар қатеге толы. Тұтыну дегеннен шығады. Қазір смартфоныңызда мемлекеттік тілде қызмет көрсететін қанша қосымша бар? Үңіліп көріңізші. Жалпы ел білетін қазақ тіліндегі қосымшаларды тізбектеп көрелік. Біздің тізбек осылай, ал сіз бұл тізімге не қосар едіңіз? Қазақ тіліндегі IT бұл тек технология емес. Бұл тіліміздің цифрлық кеңістікке алып шығудың жолы. Бұл қосымшалар тек тілдің ғана емес, ұлттық құндылықтың да насихаттаушысы.
Тілдің болашағы жастардың қолында. Бүгінде қазақ тілінде фильм, подкаст, ойын, тіпті IT өнімдер жасалып жатыр. Ал өлгенімізді тірілтіп, өшкенімізді қайта жандандыру мақсатында ономастика бөлімі де құралақан емес. Мәселен, Алматы облысы бойынша бірқатар білім беру нысандарына Шоқан Уалиханов, Шакарым Құдайбердіұлы, Жүсіпбек Аймауытов, Міржақып Дулатұлы, Мағжан Жұмабаев, Әлихан Бөкейханов, Жақанша Досмұхамедұлы, Мәншік Мәметова, Барлыбек Сыртанов, Мәлік Мұхамеджанұлы, Жақсылық Шүкемпіріп сынды ұлтқа қызмет еткен тұлғалардың есімін беру бойынша ұсыныстар бар. Сондай-ақ қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен бір кітапхана мен 12 білім беру ұйымына Әл-Фараби, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев, Ахмет Байтұрсынұлы, Бауыржан Момышұлы, Дін Мұхаммед Қонаев сынды тарихи тұлғалардың есімі Ұйғыр ауданындағы кетпен асуына қоғам қайраткері Асанбай Асқаровтың аты берілді. Ономастика саласы бұл идеологиялық салалардың ең ірі, сондай жауапты ғылым саласы болып келеді. Осы өткен 2024 жылы, сонымен қатар осы 25 жылдың 5 айында біздің басқармамен ономастика саласында бірқатар жұмыстар іске асырылып жатыр. Енді ең ірілерін айтатын болсам, өткен жылы Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлының 9 қаңтардағы жарлығымен облыстық маңызы бар Алатау қаласы құрылған болатын. Онымен қатар жаңағыдай өткен жылы ЮНЕСКО көлемінде балалар әдебиетінің классигі Бердібек Соқпақбаев атамыздың 100 жылдығы тойланып өтті. Сол мерейтойы қарсаңында өткен жылы ол кісінің атымен осы Қонаев қаласында орталық саябақ, Кеген Райымбек аудандарындағы жастар саябағы, Қарасай ауданы мен Іле аудандарындағы жаңадан мектеп атаулары берілді. Сонымен қатар осы біздің Қонаев қаласындағы Әмбебап кітапханаға Бердібек Соқпақбаевтың аты беріп ұлықталды. Қонаев қаласында Соқпақбаев атамыздың атымен кең абаттандырылған көше, мынау 5-ші жаңағыдай жағажайға шығатын көшеге осы Бердібек Соқпақбаевтың аты беріліп ұлықталған болатын. 24-ші жылы сонымен қатар 12 елді мекеннің атауы өзгертілген болатын. Ол 12 елді мекеннің атауы идеологиялық тұрғыдан ескерген болып танылған. Жалпы сонымен қатар біздің Алматы облысы қарқынды дамып келе жатқан облыстардың қатарында, өздеріңіз білесіздер, біздің облысымызда көптеген саяжайлар қалыптасқан. О жерлерде осы облысымыздың тұрғындары тұрақты түрде тұрып жатыр. Сол себепті облыс әкімі Марат Елеусізұлының тарихи шешімімен осы саяжайлар қазір елді мекендердің құрамына кіріп отыр. Енді бұл жерде көптеген саяжайлардың көшелерінде атауы жоқ, немесе мүлдем қайталанатын атаулар пайда болып отырған себептен көп төтенше жағдай, жедел жәрдем шақыру қиындық туғызып отыр халыққа. Осы қосылған саяжайлардың көшелеріне жаңағыдай атау беру мәселелері қолға алынды. Биыл 2025 жылы 678 осындай көшелер анықталды. Олардың 519-ның атауы жоқ, қалған 219-ның атауы қайталанатын болған. Ең басты назар аударатын мәселе президентіміздің тапсырмасына байланысты жалпы құрылтайда берген. Осы көшелердің атын берген кезде біз кісі есімдерін емес, дәстүрлі атаулар мен жер су атауларына басты назар аударып көңіл бөліп отырмыз. Жасыратын жоқ, кеңес дәуірінде қазақ даласының географиясы түгел жуық өзгертілді. Қазақша атаулар жойылып орнына кеңестік идеологиямен байланысты атаулар берілді. Алматы облысында 1993 жылдан бастап ономастикалық реформалар жүргізіліп келеді. Ауыл, көше, тіпті су қоймалары мен мекемелерге дейін ұлттық атаулармен қайта аталып жатыр. Атау бұл белгі ғана емес, бұл ұлттың рухы. Алматы облысы өз атауларын қайта тірілту арқылы тарихи әділеттілікті қалпына келтіріп жатыр. Бұл үрдіс тек географияны емес, сананы да жаңғырту. Себебі ұмытылған атау жоғалған тарих, ал қайта оралған атау қайта туған рухпен тең. Биыл Ұлы Отан соғысының жеңісіне 80 жыл үлкен мерей. Бұл қан майданда осы біздің елімізден 1.200.000 қазақстандық жаңағыдай күресіп қан төккен екен. Осы кісілердің атын тарихта ұлықтау мақсатында биыл Алматы облысында 73 Ұлы Отан соғысына қатысқан қажетті жаңағыдай критерийлерге сай ордендары бар. Енді бір әдейілеп арнайы критерий бекітілді. Сол критерийлерге сай 73 ардагердің
есім ұлықталу мәселесі қолға алынып отыр. Бұл кісілердің есімдері көшелерге берілетін болады. Біз бүгін этнос өкілдері көп орналасқан Іле ауданына арнайы ат басын бұрдық. Мұндағы мемлекеттік тілдің ахуалы мен атқарылып жатқан шаруаларды білгіміз келді. Іле ауданы көп этнос өкілдері орналасқан ауданның бірі. Енді бұл ауданда жалпы мемлекеттік тілдің ахуалы қандай? Біздің жалпы ауданда қазіргі уақытта 234 мың, 235 мыңға жуық халық бар. Оның ішінде ауданда мынау көп ұлтты дейміз ғой, этникалық ұлт өкілдері шоғырланған. Оның ішінде қазіргі бізде 4 этномәдени бірлестіктер жұмыс атқаруда. Олар күрд, орыс, славян, сосын ұйғыр. Ал енді солардың мемлекеттік тілге деген құрметі қандай, мемлекеттік тілге деген қызығушылығы қандай? Өзге ұлт өкілдерінің біздің тілімізге, мемлекеттік тілге деген құрметі, оған деген көзқарасы қазіргі уақытта шынымен алсақ қатты өзгеріске ұшырап жатыр. Өйткені қызығушылық көп. Жаңағы өздеріңіз білесіздер, Қазтест дейтін жаңағы орталық бойынша мына мемлекеттік қызметке орналасу үшін де біздің мемлекеттік тілді білу міндетті. Сондықтан да қазір мына өзге ұлттар өкілде бізде қызығушылық танытып жатыр дедіңіз, енді оның қандай да бір дәлел келтіре аласыз ба? Енді бізде жаңағы оқу әдістемелік орталық бар, тіл үйрету әдістемелік орталығы бар. Сол тіл әдістемелік орталығы былтырғы жылы 200 болса, 200 адам болса, биыл 300-ге жуықтады. Адамдар келіп, сол жерден жаңағы біздің мемлекеттік тілді үйреніп оқып біліп жатыр. Енді жалпы ауданда аудандық қазақшаландыру жағы қандай деңгейде? Аудандық қазақшаландыру жүйелі жүріп жатыр ма? Жүйелі жүріп жатыр. Өйткені мына біздің Қазақстан Республикасында мына тіл саясаты, оның ішінде біздің мына 2023 жыл және 2029 жылға арналған жол картасы бекітілген болатын. Сол жаңағы жоспардың аясында, соның сол жоспар тұжырымдамасының аясында біздің мынау Іле ауданы әкімдігінің қаулысымен бекітілген жоспарлар бар. Сол жоспарлар қазіргі таңда іске асырылуда. Мысал келтіре аласыз ба? Мысалы атап өтетін болсақ, мына бізде ауданда идеологиялық тұрғыдан атауы ескерген 5 елді мекен мен 4 ауылдық округтың жаңағы атауы өзгерді. Олардың мысалға оны айта кетсек, жаңағы мына өзіміз қазір тұрған энергетический ауылдық округі Өтеген Батыр атына берілді, атына ауысты. Одан кейін бізде мына Чапаев ауылдық округі бар, Междуреченск ауылдық округі бар, Касык бар, жаңағы солардың бәріне қазақша аттар берілді. Байкент ауылдық округі мысалы жаңағы Чапаев ауылдық округі болатын бұрын. Қазір Байкент деп аты берілді. Междуреченскке мысалы Ақсай деп берілді. Касык ауылдық округіне Асқар Тоқпанов атамыздың жаңағы аты берілді. Сонымен қатар Покровка біздің былтыр 2024 жылы Кенен Әзірбаев атамыздың 140 жылдығына байланысты сол үлкен мерейлі мерекенің аясында біз Покровканы Кенен атамыздың атына ауыстырған болатынбыз. Енді бұндай жүйелі жұмыстар болашақта жалғаса ма? Тағы қандай жоспар бар? Әрине, жүйелі жұмыстар жаңағы өзінің жетістіктерін көрсетуде. Біз алдағы уақытта да аудандағы әлде атауы өзгермеген, атауы ескерген, болмаса бұрынғы жаңағы кеңестік өкіметтен кезеңнен қалған көшелеріміз бар, басқа да елді мекендеріміз бар, солардың аттарын ауыстыруға ұсыныстар мынау облыстағы біздің ономастикалық комиссия бар, соған ұсынып жатырмыз. Жаманды жаман дей берме, жақсыны қайдан табасың дегендей, бір түсінгеніміз қазақ тіліміз, ана тіліміз, мемлекеттік тілімізді құрдымға кетті дей берсек, құлпырмасы анық. Тілді
Тілді сақтау, ұлт, тарих, болашақ алдындағы жауапкершілік. Мемлекеттік тіл тек қағаз жүзінде емес, күнделікті өмірдің тынысына айналуы керек. Болашағы бір тұтас ұлттың рухани діңгегіне айналған тілімізді сақтау парыз. Ұлы тілді өлтірмеу иесі ретінде тек бізге ғана аманат. Бұл ашыда болса шындық, ой түю сіздің еншіңізде, көрермен.